Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен өте дәмді пат шубы салатын дайындап үйренетін боламыз. Ол үшін біздерге морковь керек болады, картоп керек болады, мынандай балық керек болады әдейі. Сельдь деп жазылып тұрады сыртында. Майонез керек болады, қызылша керек болады. Бірінші осылай тәрелкамызға қойып аламыз балықтарымызды ең астына. Біздер қазір екі бөлікке дайындап жасап жатырмыз. Біреуін үлкен тарелкаға, біреуін кіші тарелкаға. Кіші тарелкадағыны қонақ келгенде әзірлегенде өте әдемі шығады. Сіздерге идея болсын деп әдейі істеп жатырмын осылай әдемілеп. Мына менде майонездің каталогының жоғарысы әдейі кесіп аласызды. Осылай әдемі форма жасап шығаратын боламыз қазір. Барлығын теркадан өткіземіз. Бірінші картопымызды теркадан өткізіп алдық біздер. Сосын пресстеп осылай салып шығамыз әдемілеп. Қатты басып тастау керек, себебі майонездің мына сыртындағы дөңгелекті алған бойда ол шашылып қалмау үшін қатты басып тастау керекпіз. Міне біреуі дайын болды. Енді біздер үлкен тарелкаға жасайын деп жатырмыз. Үйде жасайтын болсаңыздар, өзіңіздің отбасыңызға осылай жасасаңыз болады. Жаңа екінші түрі қонақ келгенде өте әдемі болады. Үйге де тиімді. Міне осылай келтіріп аламыз формасын. Енді екінші біздер тұз сеуіп тұрамыз арасына. Тұз дәмін келтіреді салаттың. Енді морковьті осылай теркадан өткізіп аламыз. Барлығын біртіндеп арасына майонез жағып, осылай пресстеп сала беретін боламыз. Міне морковьіміз дайын болды. Ортадан кетіп қалған екен, соны дұрыстап алып жатырмын. Осылай майонез жағып аламыз. Үстінен морковьімізді салатын боламыз. Қайтадан тегістеп шығамыз. Екінші салатымызды істеп алайық дұрыстап. Міне. Осылайша жасай береміз. Өте дәмді болып шығады. Жасалуы да өте оңай. Құрамына көп еш нәрсе керек емес. Желініп қалатын, өте тойымды, дәмді салат. Қонаққа да, үйге де өте жақсы. Сондықтан міндетті түрде әзірлеп көріңіз. Сіздің отбасыңызға ұнайтынына сенімдімін. Арасына осылай шым-шыммен тұз салып тұрамыз. Көп салып жүрмеңіз. Салмай қалсаңыз дәмі кірмей қалады салаттың. Енді соңғысы қызылша, свекла, осыны теркадан өткізіп, тағы да бетіне жағып шығатын боламыз. Бұл безде соңғы слой. Міне осылай тағы да майонезімізді жағып аламыз. Бетінен тұз сеуеміз аздап. Сосын соңғы свекламызды бетіне жағып шығамыз. Свекланың түсі өте әдемі болып тұрады салатты. Міне. Жанына міндетті түрде жағылып қалады, ол ештеңе етпейді, соңынан сүртіп аласыз әдемілеп. Салфеткамен болмаса шүберекпен де сүртіп алсаңыз болады. Жатады. Сок ол ештеңе етпейді, керісінше өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде істеп көріңіздер. Міне осымен біздің салатымыз дайын. Бетін өзіңіз қалағанынша әрлесеңіз болады. Міне жайлап аламыз. Мынаны шашылып қалмау керек. Міне қонақтыққа осылай қойсаңыз өте әдемі болады. Тағы да кішкене тұз сеуіп жібереміз бетіне. Сонымен біздің салатымыз дайын болды. Міне. Мен бетіне қияр мен жапырақ істеп қойдым.
сіз өзіңіздің қалағаныңызша ілесеңіз болады. Міндетті түрде дайындап көріңіз, өте дәмді, тез дайындалатын, сондай керемет салат. Егер сіздерге рецепт ұнаса, лайк басып комментарий жазыңыздар, бізге жазылуды ұмытпаңыздар.